Асқабақ дәндері кең таралғанымен толығымен құпиясын көпшілік біле бермейтін пайдалы өнімдердің бірі. Әдетте асқабақ дәндері жасыл түсті, жалпақ немесе сопақша пішінді, әрі көлемі кішкентай болып келеді. Бірақ соған қарамастан олар құнды қоректік заттарға бай. Бүгінгі бейнероликте асқабақ дәндерінің денсаулыққа пайдалы қасиеттерімен бөлісеміз. Асқабақ дәндерінің ең алғашқы қасиеті қатерлі ісіктің кейбір түрлерінен қорғай алуы. Оның құрамында омега май қышқылдары, ақуыз бен табиғи май және фосфор, марганец, темір және мыс сияқты микроэлементтердің едәуір мөлшері бар. Бұл қоректік заттардан бөлек асқабақ дәндері антиоксиданттарға бай. Ал антиоксиданттар дегеніміз қабынуды немесе түрлі ауруларды тудыратын зиян молекулалардан сау жасушаларды қорғайтын заттар. Осылай ағзаны зиян жасушалардан тазалап, қабынуды азайтып, әртүрлі аурулардан қорғайды. Сондықтан антиоксиданттарға бай асқабақ дәні сияқты тағамдарды жеу көптеген қатерлі ісік ауруларының алдын алады. Асқабақ дәндерінің екінші маңызды артықшылығы олар қуық асты безі мен қуықтың жағдайын жақсартуға көмектеседі. Әдетте қуық асты безінің қатерсіз гиперплазиясы деп аталатын несеп шығарудан қиындық тудыратын ауру ер адамдарда жиі кездеседі. Бұл аурумен зардап шегетін 1400-ден астам ер адамдар қатысқан бір жылдық зерттеу нәтижелері асқабақ дәнін жеу несеп шығаруды жақсартатынын және сайып келгенде өмір сапасын жақсартатынын көрсеткен. Сонымен қатар несепті ұстай алмайтын адамдардың асқабақ дәнінен жасалған тағамдарды тұтыну арқылы қуықтың шамадан тыс белсенділігін емдей алғаны дәлелденген. Асқабақ дәндері мырыштың бай көзі болып саналады. Қандағы мырыш деңгейінің төмендеуі сперматозоидтардың сапасының төмендеп, ер адамдарда бедеулік қаупін тудырады. Ал мырышқа бай асқабақ дәндері адамның сперматозоидтарын стресстен, жарақаттан және дәрі-дәрмекпен байланысты туындаған зақымданудан қорғай алады. Осылай асқабақ дәніндегі қоректік заттар тестостеронның қалыпты деңгейіне ықпал етіп, әсіресе ер адамдарда ұрпақ қалдыратын сау жасушалардың көбеюіне септігін тигізеді. Асқабақ дәндері магний сияқты микроэлементтердің бай көзі болып есептеледі. Магний біздің денеміздегі 600-ден астам химиялық реакцияларда маңызды рөл атқарады. Мәселен, қан қысымын бақылайды, жүрек ауруының қаупін азайтып, сүйекті қатайтады және қандағы қант деңгейін реттеп, холестеринді төмендетеді. Алайда жер бетіндегі ересектердің 80%-ында магнийді тұтыну тәуліктік мөлшерден төмен екендігі анықталған. Ал магнийдің жетіспеушілігі қан қысымының көтеріліп, жүрек қан тамырлары ауруларының қауіпті түрлеріне әкеп соғуы мүмкін. Бұл аурулардың алдын алу үшін магнийдің ең жақсы табиғи көзі асқабақ дәндерін жиі пайдаланған жөн. Ол арқылы қандай жолмен жасалғаны белгісіз дәрі-дәрмектерді қабылдаудың қажеті болмайды. Сондай-ақ асқабақ дәндері қан диабетімен ауыратын егде жастағы адамдар үшін таптырмас өнім. Ол қандағы қанттың жоғарғы деңгейін бақылап қана қоймай, қантқа деген тәбеттің азаюына ықпал етеді. Ал дені сау адамдардың асқабақ тұқымын үнемі тұтынуы қартайған кезде қант диабетінің даму қаупін айтарлықтай төмендетеді. Асқабақ дәндерінің тағы да бір маңызды ерекшелігі құрамында қарапайым клетчаткалардың, яғни талшықтардың көп болуында. Тазартылған асқабақ дәндеріндегі талшықтар ас қорытуды жеделтетеді, ішектің қозғалысын ынталандырып, іш қату және диареядан арылуға ықпал етеді. Асқабақ дәні сияқты жоғары клетчаткаларға ие тағамдар жүрек ауруы, екінші типті қант диабеті және семіздік қаупін азайтады. Өйткені асқазан ішек жолында ұзақ сақталып, аштық сезімін төмендетеді. Әдетте асқабақ дәнін жекі түрде қуырып, тұзды немесе тұзсызда өзін ғана жеуге болады. Немесе нан пісіргенде салаттарға, сорпаларға сеуіп тұтынсаңыз да өз еркіңіз. Ең бастысы бір күнде 10-15 шақты данадан аспай мөлшерін біліп тұтынсаңыз болғаны. Ал сіз асқабақ дәнін жиі тұтынасыз ба? Төменге жаза кетіңіз.